Вау әрпі. Вау әрпі ерін ұштарын ашық күйде, яғни алдыға қарай сәл созу арқылы шығарамыз. Вау, вау. Бұл әріп, вау әрпі, яғни өзінен кейінгі әріпке жалғанбағандықтан екі түрлі жазу үлгісі бар. Яғни сөздің бастапқысында және ортаңғысы және соңғысы бірдей болып келеді. Себебі вау әрпі өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Қайталап кетейік. 6 әріп бар араб тілінде өзінен кейінгі әріптерге жалғанбайтын әріптер. Алиф, вау, ра, зай, дәл, зәл. Сол вау әріпі 6 әріптің бірі. Ал енді оқиық. Уа, уа, уй, уй, у, у. Ау, ау, рау, рау, нау, нау, лау, лау, варам, варам, ватар, ватар, ваман, ваман, валан, валан, валам, валам, вакам, вакам, аулу, аулу, дауму, дауму, яуму, яуму, кауну, кауну, вайлу, вайлу, вазан, вазан, каукаб, каукаб, маукиб, маукиб, ауламтум, ауламтум, аутартум, аутартум. Келесі әрпіміз хә әрпі. Бұл өте жіңішке шығады. Бұл әріп кеңірдектен шығады. Хә. Ешқандай бір кедергісіз, өте жіңішке, білінер білінбес хә шығады. Бұл әріп, яғни бұл әріптің жазылу үлгісі үш түрлі болып келеді. Сөздің басында кішкене өзгеше жазылады, сөздің ортасында өзгеше жазылады, және сөздің соңында өзгешелеу жазылып келеді. Бұл әріп үш түрлі жазылады. Көріп тұрғандарыңыздай, сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің аяғында. Хә, хи, ху. Хә, хи, ху. Хәб, хәб. Жалпы жай бір ауа шығып жатқан сияқты сезім керек. Хәб, хәм, хәм, хәл, хәл, хуа, хуа, хия, хия, хум, хум, зух, зух, ахам, ахам, вахаб, вахаб, лахаб, лахаб, вахам, вахам, лахум, лахум, бихим, бихим, минху, минху, минхум, минхум, илайхи, илайхи, илайхим, илайхим, амхил,